Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте жұмсақ, пеште піскен картоп қосылған бәліштердің рецептімен бөліскім келіп тұр. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші біз қамырын дайындап қоюымыз қажет. Ол үшін бізге жылы сүт, бір жұмыртқа, бір ас қасық шекер, ашытқы, шым-шым тұз, 2 ас қасық сұйық май және қажетінше ұн керек болады. Ұнды міндетті түрде алдын ала електен өткізіп аламыз және аз-аздан қоса отырып, жұмсақ қамыр илеп қоямыз. Қамырымызды илеп болған соң бетін жауып 1 сағатқа көтерілу үшін жылы жерге қойып қоямыз. Осы аралықта біз картопты начинкасын дайындап аламыз. Ол үшін картопты суға қайнатамыз. Пиязды майдалап турап майға қуырамыз. Барлығын араластырып, езіп, дәміне қарай тұз, бұрыш сеуіп дайындап аламыз. Енді көтеріліп дайын болып тұрған қамырымызды ыдыстан босатып, бөлшектерге бөліп, дөңгелектеп көтерілу үшін 10 минутқа үстін жауып қойып қоямыз. Көтеріліп дайын болып тұрған қамырларымызды қолдарымыздың көмегімен жая отырып, ортасына картопты салып, тура видеодағыдай бүгіп алсаңыздар болады. Барлық бәліштерімізді дайындап болған соң, пешіміздің ыдысына салып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, күнжіт сепсеңіздер болады. Үстіне мен пышақтың көмегімен 3 сызық жүргіздім, бірақ ол видеоға түспей қалыпты. Сонан соң қызып тұрған пеште беті қызарғанша пісіріп аламыз. Міне біздің картоп қосылған бәліштеріміз дайын болды. Ол өте жұмсақ және тойымды болып шығады. Жасап көрсеңіздер болады. Ас болсын!